82'ye gelem. 6 iyulda Nursultan 82'ye gelu керек edi. Ekemiz aramız 2 ay. Mektepte birге bitirdik. Men osындай болады деп ойлаған жоқпын. Мен аяғы осындай болады деп прям ойласам, настроением бұзылып қалады. Ол сондай порядочный адам еді. Добросовестный, порядочный адам еді. Неге осындай кетті білмеймін. Неге осындай болып кетті, мен түсінбеймін бір салдан. Біз бәріміз оған сондай, Аллаға сенгендей сендік қой. Жанымыз осы, біреуіміз содан бір зат алған емеспіз, біреуіміз бір зат сұраған емеспіз. Маған бір жолдастарым айтады, квартира сұрасаңызшы, қой керек жоқ. Оны не алам квартира сұрап дейді мен, не алам, жетеді, ауылдың жері. Сөйтіп, үш нәрсе сұраған жоқпыз, соның абыройы болсын дедік. Енді мына туысқандар ұртып отыр, оны түгелдей туысқандар ұрып отыр. Нұрсұлтанның қылықтарын ойласам, жүрегім ауырады. Сонда еңбегі өтіп отыр, сонда еңбегісеп отыр ғой. Қандай жұмыс жасап отыр. Ел біледі оның қандай демекен. Осы жағдаға жету деген, это вообще не де. Қазір ма туған жері шоңға келе алмайды. Не деген сұмды ғой. Неге келе алмайды деп ойлайсыз? Қайтып келеді, елдің бетіне қарай алмайды ғой. Неге қарай алмайды? Білмеймін, қылықтары бар өзінің қарай алмайтын. Әпше осындай жасауға бола ма? Ұрлығада анау Талдықорғанда барып памятен қиратып елдер. Мына барып заттарын қиратты бәр елдер. Мына ауылға алына Болаттың да үй бар ғой, 4-5 үй бар ма жерде. Сонда жағы Алматтан келеміз деген ғана шабуыл жасаған балалар. Сөйтсе біздің балалар, ауылдың балалары бірігіп бәрі тұрыпты. Жібермейміз деп. Олар жібергенде мына Болаттың мына жерде Нұрсұлтанның тұрған үйлерін бәрін қирататын еді. Ауылдың адамдары соны сақтап қалып отыр. 82'ye gelem. 6 iyulda Nursultan 82'ye gelu керек еді. Ekemiz aramız 2 ay. Mektepte birге bitirdik. Men osындай болады деп ойлаған жоқпын. Мен аяғы осындай болады деп прям ойласам, настроением бұзылып қалады. Ол сондай порядочный адам еді. Добросовестный, порядочный адам еді. Неге осындай кетті білмеймін. Неге осындай болып кетті, мен түсінбеймін бір салдан. Біз бәріміз оған сондай, Аллаға сенгендей сендік қой. Жанымыз осы, біреуіміз содан бір зат алған емеспіз, біреуіміз бір зат сұраған емеспіз. Маған бір жолдастарым айтады, квартира сұрасаңызшы, қой керек жоқ. Оны не алам квартира сұрап дейді мен, не алам, жетеді, ауылдың жері. Сөйтіп, үш нәрсе сұраған жоқпыз, соның абыройы болсын дедік. Енді мына туысқандар ұртып отыр, оны түгелдей туысқандар ұрып отыр. Нұрсұлтанның қылықтарын ойласам, жүрегім ауырады. Сонда еңбегі өтіп отыр, сонда еңбегісеп отыр ғой. Қандай жұмыс жасап отыр. Ел біледі оның қандай демекен. Осы жағдаға жету деген, это вообще не де. Қазір ма туған жері шоңға келе алмайды. Не деген сұмды ғой. Неге келе алмайды деп ойлайсыз? Қайтып келеді, елдің бетіне қарай алмайды ғой. Неге қарай алмайды? Білмеймін, қылықтары бар өзінің қарай алмайтын. Әпше осындай жасауға бола ма? Ұрлығада анау Талдықорғанда барып памятен қиратып елдер. Мына барып заттарын қиратты бәр елдер. Мына ауылға алына Болаттың да үй бар ғой, 4-5 үй бар ма жерде. Сонда жағы Алматтан келеміз деген ғана шабуыл жасаған балалар. Сөйтсе біздің балалар, ауылдың балалары бірігіп бәрі тұрыпты. Жібермейміз деп. Олар жібергенде мына Болаттың мына жерде Нұрсұлтанның тұрған үйлерін бәрін қирататын еді. Ауылдың адамдары соны сақтап қалып отыр.